Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тегін мастер-класс ұсынамын, яғни 4 түрлі пиццаның оригинал рецептімен бөлісемін. Бұл пиццалардың атауы маргарита, пепперони, болоньезе және мясной пир. Бірақ бұл пиццалардың қамыры универсал, яғни барлық пиццаға кете береді. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, пиццаларыңыздың қамыры жұп-жұқа, жұмсақ, әлі дәл ресторандағыдай сыры созылатын болады. Өте жұмсақ, нәзік болып пісетін пиццалардың рецептісін толықтай көріп шығыңыздар, әрі бағасын бере жатарсыздар. Ал алда шығатын жаңа рецепттерді жібере алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен біз пиццамыздың тұздығын, яғни соусын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 5-6 орташа қызанақ қажет. Видеода көргеніңіздей осылай түбін алып тастаймыз және қатты батырмай осылай кесеміз. Сосын үстінен қайнап тұрған суымызды құйып, оны осылай батып тұратындай етіп 20 минутқа қалдырамыз. 20 минут өткен соң біз суын төгіп тастаймыз да, қызанақтарымыздың осылай кескен жерінен оп-оңай осылай қабықтарын алып тастаймыз. Дәл осы әдіспен барлық қызанақтардың қабығын ашимыз. Сосын оларды мен сияқты погружной блендермен немесе жай блендермен, ол да жоқ болса, терка немесе мясорубка арқылы өткізіп, осылай біркелкі масса етеміз. Ең бастысы бізде ешқандай түйір қалмау қажет, сұйық масса болу керек. Енді табамызды отқа қойып, оған майымызды құямыз, зәйтүн майы болу қажет, ешқандай басқа маймен аламастырмаймыз. Үстіне сарымсағымызды салып, міндетті түрде қуырамыз. Қуырсаңыз, сіздің сарымсағыңыздың дәмі қатты білінбейтін болады. Оның үстіне орегано, яғни міндетті түрде осыны қосамыз, араластырамыз. Тәтті паприка, оны да салып араластырамыз. Үстінен жаңағы сұйық қызанағымызды, яғни құйып, оны да араластырамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосып, осылай ара-гітік араластыра отыра, ең кішкентай отта осылай 10 минуттай қайнатып аламыз былайша айтқанда. Біздің массамыз осы уақытта осылай қоюланып дайын болады. Және оны суытамыз. Енді қамырымызға көшеміз. Ол үшін ыдысымызға жылы су, тұз, ашытқы және қантымызды қосамыз. Сосын бір ас қасық зәйтүн майын қосамыз. Басқа маймен алмастырмаймыз, яғни дәл зәйтүн майы болу қажет. Сосын осылай араластырып, үстіне міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Сосын қолымызбен қамырымызды илейміз. Біз қамырды ұзақтау илеуіміз қажет, себебі бізде жұмсақ қамыр емес, орташа қаттылау қамырымыз шығады. Бұл қамыр 2 пиццаға жететін болады. Сосын оның үстін жауып, 1 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді біз оны тағы да көтеру үшін қоямыз, бірақ алдында осылай кішкене иілеп, дәл осындай 1-2 бөлікке бөлеміз. Менде әр қамырдың салмағы 250 грамм болды. Егер сізде таразы болмаса, осылай көзбен өлшеп дайындап алсаңыз болады. Қамырымыздың формасын осылай домалақтап келтіреміз де қайтадан ыдысымызға саламыз. Енді үстінен осылай 1 ас қасық зәйтүн майын құямыз да, жақсылап барлық жеріне жететіндей етіп тигізіп, осылай қайтадан формасына келтіріп қойып қоямыз. Яғни қамырымызды майлап аламыз.
Сосын үстінен қайтадан пищевой пленкамыз жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз ашып дайын болған соң, осылай бір бөлігін пергамент қағазына қойып аламыз да, оқтаумен жұп-жұқа етіп жаямыз. Пергамент қағазында өте оңай жайылатын болады. Сосын үстінен суыған соусымыздан 3 ас қасықтай салып, жақсылап барлық жеріне жететіндей етіп жағамыз да, үстінен 280 грамм моцарелла сырын осылай сеуіп шығамыз. Сырымыздың проценті, яғни майлылығының проценті 40%-дан төмен болмау қажет. Осылай толығымен барлық жеріне қойып шығамыз. Және маргарита пиццасы болғандықтан осылай қызанақтарымызды қоямыз. Сосын ең жоғарғы градуста, егер пешіңіздің ең жоғары градусы 240 болса, 240 градуста пісіресіз, немесе 320 болса, 320 градуста пісіресіз. Пісіру уақыты 5 және 7 минут аралығы. Сол уақытта пиццаңыз толықтай пісіп шығады, бірақ пешіңіз алдын ала қызу қажет. Мінекей, біздің пиццамыз дайын. 5-7 минут аралығында пиццаның қамыры толықтай пісіп шығады, яғни жұқа болғандықтан ешқандай шикі болып қалмайды. Сыры да осылай еріп, созылатындай болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, дәл ресторандағыдай. Енді екінші пиццамызды дайындаймыз. Ол үшін тағы да қамырымызды жұқайтып жаямыз, бірақ ол осы уақытта біз пешімізді алдын ала қосып қоямыз. Енді үстінен 3 ас қасық соусымызды толықтай барлық жеріне жететіндей етіп жағамыз. Үстіне 280 грамм моцарелла сырын толықтай сеуіп шығамыз. Пепперони пиццаға бізде колбаса кетеді. Колбасаны өздеріңіз дәміне қарай қайсы сізге ұнайды, соны қойсаңыз болады. Менде нәрлен, осылай полукопченый колбасаны кішірек етіп таңдап, осылай қойып шықтым. Сізге қандай ұнайды, соны қойсаңыз болады. Бұл пиццамызды да ең жоғарғы градуста 5-7 минут пісіріп аламыз. Ең бастысы, біздің пешіміз алдын ала қызып тұрған болу қажет. 5-7 минут аралығында біздің пиццамыз толықтай пісіп, дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, және қамыры толықтай пісетін болады. Ал енді үшінші пиццамызға көшеміз. Яғни табамызды отқа қойып, оған майымызды құйып, майда етіп туралған пиязымызды салып, 1-2 минут қуырып аламыз. Оның үстінен майсыз орташа немесе орташа майлы осындай фаршымызды саламыз. Оны да кішкене араластырып қуырамыз. Тәтті паприкамызды саламыз, араластырамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосып, тағы да араластырамыз да, дәл осы фарштың сөлінде, яғни соғында 15 минуттай қақпағын жауып, төмен градуста бұқтырып пісіріп аламыз. Қамырымызды әдеттегідей дайындап, осылай пергамент қағазына жұқалап жайып, 3 ас қасықтай соусымызды жағып, толықтай жететіндей етіп, жағып аламыз. Сосын үстінен жаңағы фаршымыздан жасалған салманы осылай барлық жеріне жететіндей етіп қойып шығамыз. Үстінен моцарелла сырымызды себеміз. Әрбір пиццаға 280 грамм моцарелла кетеді. Сосын ең жоғары градуста 5-7 минут қана пісіріп аламыз. Бізде осылай пиццамыз толықтай дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең дәмді пиццалардың бірі болонезе. Отбасыңыздың барлығына ұнайтыны сөзсіз, өте дәмді болып шығады. Енді үшінші пиццамыздың
Салмасына біз тауықты маринаттаймыз. Ол үшін тауық, сарымсақ, тәтті паприка, тұз және зәйтүн майы. Егер бар болса, осылай бір шай қасық балымызды қосып жіберіңіздер. Дәмі өте әдемі болады және түсі де болады. Осылай жақсылап қолымызбен барлық жеріне жететіндей етіп, яғни тиетіндей етіп араластырамыз. Сосын оның бетін сондай пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа, кем дегенде жарты сағатқа қойып қоямыз. Яғни осы уақытта біздің тауымыз маринатталады. Жарты сағаттан соң осылай табамызды отқа қойып, кішкене майымызды құямыз да, тауығымызды екі жағынан жақсылап қуырып аламыз. Егер сізде грильница болса, грильницада пісірсеңіздер болады. Ал егер болмаса, мен сияқты жай ғана кәдімгі тапада пісіре беріңіз. Тауықты пісіру уақыты жалпы 10-15 минут қана уақытыңызды алады. Яғни тауық еті болған соң, әрі маринатталған соң ол тез піседі. Егер пайдалырақ болсын десеңіз, пеште пісіріп алсаңыз болады. Сонда майсыз болып піседі. Енді тауығыңыз әбден суып, тоңазытқышта мұздаған соң, міндетті түрде мұздатып барып осылай кесіңіздер. Сонда сіздің тауығыңыз осылай кескенде шашырап, шашылып кетпейді. Мұздаған соң осылай бір келкі болып кесіледі. Видеода көргеніңіздей осылай бөліктерге кесіп алсаңыз болады дайындап. Кейіннен әдеттегідей қамырымызды пергамент қағазында жұқалап жайып аламыз. Үстіне 3 ас қасық тұздығымызды толықтай барлық жеріне жететіндей етіп жағамыз. Үстінен 280 грамм моцарелла сырымызды толығымен жететіндей етіп сеуіп шығамыз. Моцарелла сырымыз кем дегенде 40% болу қажет. Сосын үстінен дайындаған осылай тауығымызды қойсақ болады. Немесе дайын копченый индейканы қойсаңыздар да болады. Енді пешіңіздің ең жоғарғы градусында, яғни 240 немесе 320 градусқа алдын ала қыздырып, осылай пісіріп шығасыз. 5-7 минут аралығында сіздің пиццаңыз толықтай пісіп дайын болады. Қамыры өте жұқа, жұмсақ, әрі сыры ресторандағыдай созылып, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де менің видео рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де достарыңызбен, және жақын туыстарыңызбен осы видео рецептпен бөліссеңіздер болады.